Тарихы тереңнен тамыр тартатын Жуалы өңірінің де халқы кие тұтатын қасиетті нысандары баршылық. Сол тарихи жерлерді таныстырып, насихаттау мақсатында аудандық тарихи-өлкетану музейінің қызметкерлері номер 19-шы Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп-гимназиясының өлкетанушы оқушыларына экскурсия ұйымдастырды. Есіркеп деген жігіт марқұм тауып алып маған көрсетті. Қалыңдығы где-то бір 7-8 мм келетін дөңгелек мыстан жасалған теңге. Ал анау теңге ешқандай энциклопедияда жоқ, кездеспейтін теңге. Бұл мынау Ақжол газетінде жарияланды. Ана бір жылдары бұрынғы жаңа еңбек күнінде осы газетте жарияланды. Сондықтан сондай киелі емес, жаңа тарихи орындар осындай балалар. Мынау Жуалы аймағында мұндай нысандар өте көп. Әсіресе мына Билікөл аймағында. Билікөл аймағында Берікқара шатқарынан Әбдіқадыр ауылына дейін 420-ға тарта әр түрлі обалар бар. Оба деген сөз қалмақтың сөзі топтап жерленген деген мағына. Сонымен қатар оқушылар Датқа сазындағы Батырбек Датқа Рысбекұлының кесенесінде болды. 1795-1885 жылдар аралығында өмір сүрген Қоқан хандығына қарсы халық мүддесін қорғаған тарихи тұлғаның салдырған медресесінің орнымен танысты. Қалай аталып Жұрынбай Медетов ауылы, мына Қарасаз ауылы. Қарасаз дегені мынандай балдар. Революцияға дейінгі аймақтарда мына қазақ жұрты Қызылтуба арқылы мынау жерді айланып өтеді екен. Себебі мына жердің барлығы саз болады екен. Сондықтан Қарасаз деген атауын кейін 94-ші жылы қайтадан өзінің тарихи атауына ие болған жер. Мынау өтіп жатқан жаңағы Бауыржан Момышұлы Қошқарата. Музейдің ғылыми қызметкері Байдалиев Дәулетжан оңтүстік өңірдегі Байзақ, Шоқбай, Сопақ сынды беделді ел басқарған тұлғалармен бірге заман ағымын жақсы сезіне білген Батырбек Датқа туралы, оның тағылымы, имандылығы жайлы деректі мәліметтер келтірді. Сазды болатын себебі сол жаңағы Датқа деген мына өзбек Қоқан хандығы кезінде үлкен лауазымды ел билеушілерге генерал дәрежесіндегі. Экскурсия оқушылардың туған өлкеміздің тарихи ескерткіштері мен қасиетті нысандарын танып білуге деген зор қызығушылығын арттырды. Мұндай өлкетану сабағы әлі де жалғасын табатыны сөзсіз.